Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 75-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. 35-ші тапсырма мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықтау қажет. Бұл жердегі дұрыс ақпараттар: Өсер анасымен бірге қонаққа келді, зымыран ойыншығы Өсерге ұнады, Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Ал бұрыс ақпарат: Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Гүлжан дауысын шығармай жылады. Өсер ойыншықты желім мен ермексаздың көмегімен жасады. Мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Өсердің іс-әрекеті дұрыс болды, өйткені Гүлжанның ойыншығын жасап берді. Гүлжан ерке қыз болып, ал Бекжан болса бүлдіргіш бала болып өсті. Сөздерді оқы, әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық, неге? Біріншісінде Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран. Артық сөз ана. Екінші ағайындар, үлкендер, қонақтар, ойыншықтар. Артық сөз нағашы. Ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай. Артық сөз халық. 36-шы тапсырма. Бұл жерде сурет бойынша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сурет несімен қызықтырды? Суретті көріп қандай сезімде болдың? Ойыңмен бөліс. Суретті көріп мен ерекше сезімде болдым. Суреттен ерте замандағы қазақ халқын көрдім. Қазақ халқының бойындағы ерекше мінез құлықтарын көргендей әсер алдым. Сурет бойынша қысқа мәтін құрастыруын айтуға дайындал. Мәтінді жаз. Кең дала, табиғаттың көз тартар сұлулығы кез келген адамды баурайды. Кең дала төсінде атқа мініп, бүркіт ұстап, тазымен аңға шыққанға не жетсін? Осы көріністен адам мен табиғаттың тұтастығын көреміз. 37-ші тапсырма. Өтірік өлеңнің қадесін түзеп жаз. Шалғы қайрап қайрақпен, шұбат іштім қаймақпен, шорттан аулап қармақпен, шөп қоршадым шарбақпен. 38-ші тапсырма. Сызбадағы суретпен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрап айт. Гүлжан сыныбындағы үздік оқушы әрі өнерлі. Ол ән салады және би билейді. Бос кезінде ойы ойғанды жақсы көреді. Келесі орындайтын 39-ші тапсырма. Бұл жерде бізде өнер, жігіт көркі деген сөйлем шығады.